рахмет. Қызылорда. Келесі қалалар құрамасы. Шотландияда еркектер қысқа юбка кисе, әйелдер қызғанады екен. Екінші. Спортсмен қойлар минутына 9 құмалақ тастайды екен. Үшінші. Рингте бас дәу боксерлар көп таяқ жейді екен. Төртінші. Үндістанда қалай жағдай деген сұраққа сиырға шүкір деп жауап береді екен. Бізде футболдағыдай замена ары қарай 3 рет қуатжан күлдіреді. Олимпиада жаңалықтар. Биылғы жылы Олимпиада біз Қазақстанға жемісті болды. Енді мен әр облыстан алып келген, жүлде алып келгенде айтпай ақ қоям, біреу осы жерде отыр. Мен мына тек қана оңтүстіктегілерді айтайын. Мына оңтүстікте Арыс қаласында туылған Жазира Жаппарқұл күміс медаль алды. Сол мен көршім сол. Мен ешкімді алдап отқан жоқпын. Шынымды айтып отырмын. Сол Жазира кішкентай кезде үйге көмір түсірсем де, топырақ. Жыңғыл, ұн, цемент, не түсірсем де сол Жазира кіргізіп тастайтын тұғын. Аға, әуре болмаңыз деп. Мені көрдіңіздер ма? Менің сол кездегі жалқаулығымның пайдасы елімізге күміс медаль әкеліп отыр. Екінші жаңалық. Тағы анау бізден оңтүстіктен қола медаль алған аты кім еді? Колбаса цех пен? Аткон цех Галбатрах. Мен жоғарда отқан ағаларға бір айтар уәжім бар мен. Соны шетелден алдырып, мына Қазақстанның азаматтығын бергеннен кейін бір қазақша есіммен бір жіберуге болатын шығар. Біз қазақ ырымшыл халықпыз. Со Галбатрах қола алған түні мына оңтүстікте туған нәрестенің бәрін Галбатрах деп қойып тастады қазір. Біздің көшенің өзінде 7-8 Галбатрах тұрады. Әр облыста айтпай қойын, өлді 3-4 Галбатрахтан бар ғой ол. Үшінші жаңалық. Бір суырып салмағын суырып алып салатын жерін таппай жүр екен. Рахмет. Қалалар құрамасына қошеметтер.